Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым. Бойыңызды суық алды ма? Онда тыңдаңыз. Жусан туралы айтатын боламыз. Бұл жусан Қазақстан өңірінің барлық аймағында өседі. Бұның адамға деген пайдасы өте керемет. Күздің күні піскен кезде орып алып көлеңкеде кептіріп, бума-бума қылып сақтап қойыңыз. Қыста пайдасын көресіз. Ертеректе апа жеңгелеріміз буманың ортасына күректің сабын салып, сыпырғы жасап, онымен ауланы, қора-қопсыны сыпырған. Бұның микробтарды жоятын қасиеті де бар. Және де сол буманы алып, қыстың күні суықтағанда моншаға түсіп, денеңізді ыстық барда отырып сабаласаңыз, буын-буындағы барлық суықты терімен бірге айдап шығарады. Мұның тағы бір емдік жолы, осы жусанды майдалап шауып, сол шабындыны ыстық суға салып, бөктіріп, бұқтырып, бір қайнатып алсаңыз, өте керемет ем. Ол үшін осындай бір ыдысқа суды құйып, оны отқа қойып қайнатасыз. Су қайнағаннан кейін барып, әлгі шауып дайындап қойған шабындыны жусанның сол ыстық суға саласыз. 5-10 минут қайнатып, сонан кейін отты өшіріп, қақпағын жауып, бұқтырып қоясыз. Бір 20 минут тұрғаннан кейін барып, пайдалануға дайын болады. Су қайнағаннан кейін, оған аздап тұз қоссаңыз болады. Бұл тұз біріншіден буындарды қатайтады, екіншіден осы емнің тиімділігін арттырады. Табаннан кіріп, тұла бойды буып тұрған суықты осы табаннан сыртқа сорып алады. Өте керемет. Бұл дайын болған тұнбаны пайдаланудың жолы. Мұны бірінші қою шөптің тұнбасын алып, легеннің табанына саламыз. Бір келкі жайып қоямыз. Жусанның шабындысын легеннің табанына толық жайып болғаннан кейін, оның тұнбасын ыдысымен түгел қопарып легенге құямыз. Оған екі аяқты салып, табанында жатқан шөпті қарап отырмай, табанмен езгілеп отыру керек. Табаныңызды қытықтай отырып, әрі массаж жасап, өте керемет сезімде боласыз. Екі аяқтың терісі балбырап, қысарып, тамырлары адырайып, бойыңызды терлетіп, қанның жүріп атқанын сезесіз. Тұла бойыңыз шымырлап, бойыңыз жіпсейді. Тек бұны жатар кезде жасау керек. Ваннаға аяқ салған кезде басыңызға тақия киіп, үстіңізге жылы жейде киіп алыңыз. Денеңізде шыққан тер қатып қалмау керек. Болғаннан кейін жылы оранып жатыңыз. Осылай 10 күн қайталаңыз. Осылай 20-30 минуттай ванна қабылдаңыз. Жанына құмамен ыстық су қойып қойыңыз. Суыңыз шым-шым болу керек, аяқ күйдірмейтіндей. Егер суып бара жатқан болса, құмамен еселеп ыстық судан құйып қоясыз. Уақыты біткеннен кейін оранып отырып, ыстық қызыл шайдан ішсеңіз болады. Ол одан сайын тер шығаруға көмектеседі. Одан кейін көрпеге оранып, таң атқанша тырп етпей жату керек. Ешқандай дәрі-дәрмектің де керегі жоқ. Алла шипасын берсін. Жанашыр туыстарыңызға да, достарыңызға да жіберіп қойыңыз. Оларға да Алла Тағала шипасын берсін. Деніміз сау, еліміз тыныш болсын.